сияқты көрінеді ғой бізге. Қазақ айтады ғой, таудың маңайында жүрсең оның биіктігі байқалмайды деген сияқты. Елдің ішінде ағайынның арасында жүрген екен, кейде сол ағайынмен қарым қатынасымыз, осы ағайынмен дұрыс араласып жатырмыз ба, барлығы дұрыс па, осы қалай негізі, өзі қалай араласу керек, бұрын қандай болып еді, қазір қандай болып кетті деген сияқты нәрселерді осы елдің ішінде жүрген кезде көп ойлана бермейді екенбіз да. Негізі әр нәрсенің өзінің қағидасы бар ғой. Сол қағида сақталмаса, қағида ұсталмаса, сетінеп барлық нәрсе құлдырап құлай бастайды. Ағайынмен араласудың да өзінің негізі қағидалары, өзінің ережелері, жазылмаған заңдары, бабалар салып кеткен жүйелері бар да. Көп адам қазір өкінішке қарай сол жүйелерді ұмытып, заңдылықтарды ұмытып, қағидаларды естен шығарып кеткен. Енді өкінішке қарай оны айтатын үлкендер жоқ, ескертетін ақсақалдар да азайып қалды деген сияқты. Негізі әр адам ағайыннан не алсам деп емес, ағайынға не берсем деп ойлану керек екен. Көмек беру, қарайласу ағайын арасын жақындатып, сый құрметті арттырады. Енді біз қазір өкінішке қарай адам достармен де қазір пайда үшін араласатын болды ғой. Мейлі, енді ол әркімнің өзінің шаруасы ғой, бірақ ағайынмен тек қана пайда үшін араласу ол шынымен де өрескел қателік. Сосын ағайын бай кедей, мінезі жақсы жаман болып бөлінбейді еш уақытта. Қандай болса да ол сенің ағайының. Бар мінезімен, бар болмысымен сыйлап араласу керек. Егер мысалы бір ағайынның мінезі жаман болса, түзеуге атсалысу керек. Шаман келмей жатыр ма, өзіңнің жасың кіші болып тұр ма, үлкендерге айтқызу керек. Ағайын жаман екен, ағайын нашар екен деп оны сыртқа теуіп, сыртқа шығарып тастауға болмайды. Сосын ағайынның арасында негізі кісілік, дедовщина деген болмау керек. Дедовщина, ұрысу, төмендету, зекіп сөйлеу деген нәрсе, оны егер бастық болсаң, жұмысыңдағы қызметкерлеріңе жасайсың. Әрине, егер жақсы бастық болсаң, сен олай жасамайсың. Ал ағайынның арасында мінез көрсету, кісілік көрсету дұрыс емес. Бауырыңа мінез көрсету, оны күшпен бағындыру, ол негізі үлкендердің әлсіздігі. Қорыққанды сыйлайды, ұрғанды құрметтейді деген қағида, ол мүмкін көшенің түсінігінде бар шығар, бірақ ағайынның түсінігінде, ағайындардың понятиесінде ол болмау керек. Сосын дұрыс іні бола алмаған дұрыс аға бола алмайды. Ол анық нәрсе ғой. Өмірдің өзі дәлелдеп жатыр. Ағайынның арасында бір жас үлкен болса да оны аға деп құрметтеу керек. Ағайын ағаң болса, барып сырласу керек, әңгімеңді айту керек. Бір тірлігің болса, мейлінше ақыл сұрау керек. Айдалада көшедегі біреулерден емес, өзіңнің ағайыныңнан ақыл сұрасаң, оның да ағалық сезім оянады. Інім маған аға деп келіп отыр ғой, дұрыс ақыл берейін, дұрыс бағдар көрсетейін деп, ол да өзінің ағалығын, жауапкершілігін сезінеді. Сөйтіп екі арада бір достық, сыйластық, бауырмалдық артады. Негізі көп жағдайда інілер ағаға бармайды. Інілер ағаға бармағаннан кейін ағалар ініге дұрыс бағыт бағдар көрсетпейді. Осылайша ағайындардың арасы жай-жай алыстай бастайды. Сосын ағайынның жағдайын сұрап тұруды әдетке айналдыру керек. Мүмкін бір інің аш шығар, бір қарындасының аяқ киімі жоқ шығар. Мүмкін бір ағаң қарыз, соны төлей алмай қиналып, анадан бір қарыз алып, мынадан бір қарыз алып, мына қарызды мынаған жауып, мына қарызды мынаған жауып қиналып жүрген шығар. Я мүмкін ағаң саған ашылып, жағдайымыз жаман болып бара жатыр, жағдайымыз нашар болып бара жатыр деп айтпайтын шығар. Бірақ сол үйдің ағайыныңның жағдайын білудің әртүрлі тетіктері бар ғой. Біз осы өзіміздің басымызға, қара басымызға келген кезде барлық жағдайды жасап, барлық айла тәсілді, қулықтардың барлығын пайдаланамыз ғой. Осы ағайынның жағдайын білу мақсатындағы неше түрлі тәсілдер бар ғой. Соның бірі үйіне барып, ағаң айтпаса жеңгеңнен жай сұрап, жеңгең айтпай жатса ініңді шетке шығарып, інім қалайсыңдар, денсаулық жақсы ма, бәрі дұрыс па деп сұрасаңдар, әрине ол жеңгең айтады, болмаса інің айтады. Шамаң жетіп жатса көмегіңді көрсет, қаржылай көмек бере алмасаң жылы сөзіңді айтып кет. Соның өзі ағайындардың арасын жақындатып, үлкен бауырмашылықты оятады. Әр ағайынның арасында тыныш жүрмейтін адамдар болады. Өсекке жақын жеңгең, сөз ұқпайтын ағаң, бір қанша сыйласаң да сыйлағаныңды білмейтін туысқандар болуы мүмкін, бір ұрса беретін ағаларың болуы мүмкін, бір боқтап сөйлеуді қоймайтын бір ағаң, тәтең, көкең болуы мүмкін. Жаман қылығы мен жамандық үшін ол ағайынмен араласпау, оны бөлектеу, жиын тойға шақырмау ол ағайынгершілік емес. Ол ағайынгершіліктен бұрын адамгершілік емес. Мықты болсаң, ақылды болсаң, көпті көрген болсаң, жаман ағайынды түзеуге әрекет жаса. Егер түзелмесе, жамандығын қоймаса, онда бәрібір араласпай кетуге хақың жоқ. Себебі сен көшедегі бір досыңмен араласпай кететін шығарсың. Басқа дос тауып алуға болатын шығар, бірақ басқа ағайын тауып ала алмайсың. Бар мінезімен, бар болмысымен жақсы көруіміз керек. Сосын өкінішке қарай, адам мен адамның арасын сөз бұзады дейді ғой. Мүмкіндігінше
ағайынның артынан еш уақытта сөз айтпау керек. Осыған жіті мән беру керек қазір жігіттер қыздарды қоя берейікші, осы еркектердің өзі сөз тасығыш, сөз айтқыш, біреудің сыртынан жамандағыш, біреуді бір екінші үшінші орынға шығарып тастап өзін жарқыратып көрсеткіш болып кетті ғой. Оның несін жасырамыз? Өкінішке қарай сондай бір жаман қасиеттердің себебінен жақсы достардан, бауырлардан, ағайындардан айырылып қалып жатырмыз. Достарыңның қасында, өзге жұрттың алдында барынша ағайынды мақтап жүр, жақсылығын асырып, жамандығын жасырып жүр. Мынау менің ағам, мынау менің ағайыным, мынау біздің көкемнің баласы, біздің менен бір жас үлкен ағам ғой деп құрметіңді көрсетіп, інілігін жасап, аға болсаң ағалығыңды көрсетіп жүрсең, сонда ағайынның арасындағы, аға мен іннің арасындағы мейірім күшейе бастайды. Негізі несін жасырамыз? Өкінішке қарай біз қазір інімізден қарағанда қатынымызды қатты құрметтеп, ағайын ағамыздан қараған кезде қатыныңның ағасын қатты сыйлап кететін сондай бір түрлі түсініктегі қоғамда өмір сүріп жатырмыз ғой. Негізі ұмытпайтын бір қағида бар. Әйеліңнің туыстарынан да, керек болса нағашыларыңнан да жақын ол сенің ағайының. Себебі ол сенің сүйегің, сенің қаның. Оларды сыйла, сыйлығын жасап тұр, бірақ ағайының саған бәрібір жақын екенін ұмытпау керек. Кейде біз өзгелерге жасап жүрген құрмет қошеметімізді өкінішке қарай өзіміздің ағайындарға жасай алмай қалып жатамыз да. Былай қарасам бір қауіпті дерт қой негізі. Сосын жиын тойларда ағайындарға арнайы дастархан жаюды ұмытпау керек. Олар қызметте жүр ғой деп бей-жай қарамау керек. Сенің ағайын болған соң олар саған қызмет жасап жүр. Сол үшін де оларды құрметтеуіміз керек. Нағашылар, қайын жұртындағылар, олар сенің үйіңде бәрібір ағайының сияқты қызмет жасамайды. Олар қонақ. Дұрыс, қонақты құрметтеу керек. Бірақ ағайынды құрметтеу керек десеңіз, одан да маңызды. Себебі ол сенің сүйегің. Сен өз ағайыңды құрметтеп, төрге отырғызып, менің ағайыным, менің ағам деп отырсаң, көршілерің де сенің ағайыңды құрметтейді. Сенің құрметтеп жатқаныңды көріп, олардың да сыйы артады. Ал енді сен ағайыңды қазан ошақтың басына жіберіп қойып, олар ағайын ғой деп, оларға бір назар аудармасаң, қонақтан кейін бір шай беріп шығарып салатын болсаң, онда сенің ағайынға деген құрметің қалай? Қазір Аллаға шүкір, бәріміздің бала шағамыз бар ғой. Ең негізгі нәрсенің бірі тағы да, бауырлар, балаларыңа, ағайындарға хабарласып тұруды әдетке айналдырғызу керек. Өзің жұмыс басты шығарсың, өзіңнің әлі мүмкін санаңа ағайынмен жақын болу деген бір негізгі қағидалар сіңбеген шығар. Мүмкін қолың босанбайтын шығар. Сен мүмкін ауылдағы ағайындағы ініңмен емес, сол көшедегі бір жолдас баламен шай ішкенді жақсы көретін шығарсың. Сен жасап жүрген қателіктерді балаңа жасатпа. Балаңа ағайынға хабарласып, солардың жағдайын сұрастыруды қадағала, соны тапсыр. Мүмкін болса ағайындардың үйіне апар. Мынау сенің атаң, мынау сенің апаң, мынау көкеңнің баласы, мынау пәленше деген марқұм қайтыс болып кеткен ағамыз болған, соның үйіндегі тұяқ деген сияқты соны түсіндіру керек. Бала соны көріп өсу керек. Сені бір ағайынның жақтырмай жүргенін сезіп жүрген шығарсың, байқап жүрген шығарсың. Мүмкін сенің сыртынан сөз айтатын шығар. Бірақ сен соны байқаған күннен бастап араңды үзіп, сонымен араласпай кетпе. Ең маңыздысы сол. Соны білдің ба, байқап қойдың ба? Керісінше сонымен араласуды, соған сыйлық жасауды, соған аға қалайсыз, інім қалайсың деп хабарласып тұруды әдетке айналдыр. Жылы сөз бәрібір жүректегі махаббатты оятады. Сыйлық жүректегі махаббатты оятады. Мүмкіндігінше сыйлық беріп тұр. Солай ғой бауырлар, өзі қысқаша бөлісейін деген ойым, айтайын деген пікірім осы. Негіз ағайынды ойлаған адам ол ауылын ойлайды. Ауылын ойлаған адам қаласын ойлайды. Қаласын ойлаған адам ол елін ойлайтын азамат болады.